أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله طاهرين وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар. Шейх Ибн Атаилlah Сакандари, Алла олсы разы болсын, Тәжін Арус Әл-Хавили Тәгзифу Нуфус кітабынан сабағымыз арғы жалғастырамыз. Шейх былай дейді: Инна мин лутфиллахи бика ан якшифа лака ан уюби нафсика وَيَسْتُرَهَا عَنِ النَّاسِ. Қараңыздаршы, нәпсінің айыбын басқалардан жасырып, тек өзіне ғана білдіру, бұл Алланың кеңшілігі дейді. Расында ғой? Өздеріміздің кемшіліктерімізді Алла Тағала білдіріп қойып, сол кемшіліктерді адамдардан жасырып қоюы, бұл саған берілген Алланың бір кеңшілігінен дейді. Енді қараңыздар, адам өзінің кемшілігін білмейтін болса, ол тәкаппарланады ше. Ол біреуге тәкаппарланады. Не үшін? Өйткені өзін басқаларына артық деп санайды. Өзін басқаларына артық деп санауы, өзін ол не? Кемел деп санайды. Өзінің айыптарын білмейді. Алданып қалған бұл. Алла сақтасын. Алданған құл дейді бұл. Сол үшін егерде біз біреуге тәкаппарлансақ, құлшылықпен, бір ғибадатпен, біліңіз, сіз өзіңіздің айыбын білмейсіз. Айыпты білмегендіктен өзіңді басқалардың жоғары санайсың. Сол үшін бауырлар, біліңіздер, егерде әр адам өзінің айыбын, кемшілігін білетін болса, ешбір адамға тәкаппарланбайды. Енді сен басқалар жайында сен кемел ойла. Басқалар жайында бар ғой. Сонда кішіпейілдік пайда болады. Әр адам өзінің айыбын білетін болса, және басқалар жайында кемел санайтын болса, жақсы ойда болатын болса, не істейді? Өздерінің айыбын түсініп, кішіпейілдікке себеп болады. Енді шейх айтады: «Иза уътита ад-дуnya ва муни'та шукра фиха, фахия михнатун фи хаққика». Қараңыздар, егер саған дүние берілсе, сен оған шүкіршілік етпесең, шүкіршілік етуінен махрум қалдың, шүкіршілік ете алмайдың. Бұл сен үшін үлкен сынақ дейді. Сынақ бұл. Сен ойлама, Алла сені жақсы көрді, сен Алланың сүйікті құлы болдың, сөйтіп саған не? Дүниені төгіп жатыр, қалаған нәрсені, сен өзің қалаған нәрсені беріп жатыр, деп осы нәрсеге алданып қалма. Бауырлар, кейбір кісілер былай екен, бір кәсіп жасайды, ол кәсібі харам болуы мүмкін ше, ол кәсібі күмәнді болуы мүмкін. Алла оған дүниені төгіп беруі мүмкін. Сөйтіп істеуі мүмкін, ол алданып қалады. Мен Алланың сүйікті құлым, Алла Тағала менің дұғамды қабыл етті деген секілді бар ғой. Білгін бауырым, егер сен бір күнәні істегеннен кейін жағдайың жақсы болса, Алла Тағаланың ешқандай өзгеріс жоқ. Бәрі аман, бала шағаң аман, өзің амансың. Білгін, оның азабы бар. Оның азабы Алла Тағала сен үшін ақыретте сақтап қойды.
алданып қалма, бұл сынақ қой. Ал егер де сен бір істі істегеннен кейін шариғатта қайшы нәрсе істедің, оның артынша бір жаза көретін болсан, бір қиындық көретін болсан, сен оған қуан. Алла Тағала не? Сені байққанда тәубе қылуына себеп жасады. Білгін, бұл саған қайырлы емес. Ол халал кәсіп болсын, ол харам кәсіп болсын, айырмасы жоқ. Бауырлар, егер де дүние беріліп, сол дүниеге шүкіршілік ете алмасақ, бұл не дейді? Бұл сен үшін сынақ дейді. Енді қалай шүкіршілік етесің дүниеге? Оның зекетін бересің, оның садақасын бересің. Және ол дүние сені өзгертпеу керек дейді имам Ғазали айтатын болсын. Бұл нәпсі деген сынақ деген түрлері бар. Нәпсіге ұнайтын сынақ бар. Нәпсіге ұнайтын сынақ ол дүние, атақ, мансап. Ол сынаққа қалай сабыр етесің? Ол сынақ, ол дүние сені жамандыққа алып барады, жамандыққа алып баратын, жамандыққа өзгертпеу керек. Сол сен тақуалықта қалдыру керек. Дінді тұрақты ұстауына себепші болу керек. Ал егер де сен мансап, дүние, дінді тұрақты ұстауға кедергі болатын болса, тақуалыққа кедергі болатын болса, түрлі харам жолына жол ашуына себеп болатын болса, білгін, бұл не? Бұл сынақ. Бұл Алланың саған берген бәлесі дейді бұны. Сол үшін асықпаңыз. Алладан сұраңыз: Аллахым, маған сені еске алуға кедергі болмайтын дүние бер деп сұра. Аллахым, сені еске алуға, саған шүкіршілік қылуға кедергі болмайтын дүние бер деп сұра, болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисте: Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қалил дуния юлха ан тариқил ахира. Дүниенің азы да ақырет жолында тосқауыл кедергі болады дейді. Яғни бұл хадис сахи емес шынында. Бұл хадистің әлсіздігі бар. Бірақ мағынасы дұрыс. Мағынасы дұрыс деген уақытта аяттан түсінсек болады. Алла субханала ва тағала кәпірлерді, мұнафықтарды, пасықтарды былай сипаттайды. Олар дейді: Иштараул хаята дуния бил ахира. Қараңыздар, ол былай айтқанда дүние тіршілігін ақыреттен абзал көрді дейді. Дүние тіршілігіне ақыреттен не? Абзал көрді. Сатып жіберді дейді. Ақыретін сатып жіберді. Дүниеге қол жеткізу үшін дейді. Ақыретін сатып жіберді дейді. Енді қараңыз да, бұл жерде аз дүниеден қайсы? Ақырет пен дүниені салсақ, қайсысы азырақ? Қайсысы аз? Дүние аз ғой, дұрыс па? Дүние шектеулі нәрсе ғой. Дүние аз да, ақырет не? Көп, мәңгі, шексіз да. Ақырет деген Алланың нығметтері ғой. Алланың жәннаты деген сияқты. Не ол не? Ол үлкен, ол шексіздік. Алланың нығметі тола, таусылмайды. Ал жәннатта Алланың нығметі таусылмайды. Енді ақыретін не? Бұл дүниеге жеткізу үшін сатып жіберді дейді. Көрдіңіз бе? Ал дүние аз да. Осынан да қарасақ болады. Бұны үлкен муфассирлер, тәпсіршілер Қатада радиаллаху анху былай түсіндірген: Истахабул қалила дуния аля касирил ахира. Олар не? Аз ғана дүниені ақыреттен абзал көрді дейді. Жақсы көрді дейді аз ғана дүниені. Осылай тәпсірлеген да. Бұның мағынасы дұрыс. Одан кейін қараңыздар. Бұл енді мағынасы өте терең, дұрыс түсіну керек. Кана ли ба'дихим заужатун. Бір әулие кісінің әйелі болады. Сөйтіп әулие кісінің әйелі былай айтады: Фақалат лаху яуман. Бір күні әйелі былай айтады: Ла ақтиру аля ан тағиба анни
уәлә ан таштағила би ғайри дейді. Қараңыздар, мен жанында болмауын, басқаның жанында болып, сонымен уақыт өткізуіне шыдай алмаймын дейді. Әйел да. Сөйтіп оған фәнудия дейді. Бір дыбыс естілді дейді. Әулие құлдарын бағында естілді дейді, дыбыс. Періштенен мүмкін илхам дейді, мысалы, жүрегіңде ой келуі мүмкін. Былай нәрсені былай естейді, қараңыздар. إذا كانت هذه لا خالقة ولا موجدة وهي تحب أن تجمع قلبك عليها. Қараш, сонда бұл әйел оны жаратпаған болса, дұрыс па? Бұл әйел оны жаратпаған болса, оны жоқтан бар етпеген болса, сонда да әйел не? Ол күйеуінің жүрегін өзіне байлауды қалайды. Факайфа ла ухиббу ана ан тажма қалбака алайя дейді. Енді былай, мен адамды жоқтан бар еттім, өзім жараттым дейді. Қалайша оның жүрегін өзіме байлауды жақсы көрмеймін дейді. Бір Алла тарапынан ой келді ғой. Қараңыздар, бауырлар. Қалайша дейді. Дұрыс, Алла субхану ва тағала бізді жақсы көреді. Құдси хадисте бар ғой. Пендем бір қарыс жақындаса, мен 10 қарыс жақындайын дейді. Пенде мен жеке өзі еске алатын болса, мен де оны еске алам. Пенде мені жамағаттың арасын еске алатын болса, мен одан да қайырлы сол періштелердің алдында еске алады Алла Тағала. Пенде маған жүріп келетін болса, маған жүгіріп келем дейді. Құдси хадисінде қараңыздар, имам Жүнейдқа, имам Жүнейд үлкен әулие кісі ғой, бір әйел келеді. Муфти болған ғой ол кісі, муфти үлкен әулие кісі, сұрақтар келеді ғой, мешітке келгенде әйелдер сұрақ келеді. Айтады әйел, менің күйеуім дейді, менің үстімнен тағы да бір әйелді алуды қалайды дейді. Екінші қатында да. Соғақта шейх айтады, егер әйелден бағандағы сенен басқа 3 әйел болмаса, онда бола береді дейді алуға. Шариғатта рұқсат берген нәрсе ғой дейді. Түсінді ма? Жоқ дейді. Әйел былай айтады. Енді олардан паранжа киеді ғой, тоқты жүзі көрінбейді ғой. Егер дейді, сіз басқа, егер де мен қазір мынау үстімдегі перден бар ғой, жүзімдегі пердені ашатын болсам, сіз маған қарайтын болсаңыз, мен әдемілігімді, соншалықты мен әдем деп тұршы, қарайтын болсаңыз, менің күйеуім дейді, мен үстімнен басқа әйел алуға лайықты емес екен білесіз дейді ғой. Имам Жүнейд сол осыны естіген талып қалады. Кейін шәкірттердің бірі тұрғызып алады. Сұрайды, не болып қалды дейді, ей шейх дейді. Но әйел осы сөзді айтқан уақытта дейді, мен жүрегіме дейді, нандай Алладан илхам келді дейді. Алла субхана ва тағала былай дейді, жүрегіме келіп ше. Ойда баған илхам ғой. Егер де бұл дүниеде мені көретін болсаң дейді, бұл дүниеде де ше, менен басқа жүрегіңді менен басқа нәрсемен әуре қылуды лайықты емес деп санайтын ең дейді. Лайықты емес деген білу керек едің деп айтады. Түсінесіз ба? Түсінікті мағынасы. Егер де біз Алланың дидарын бұл дүниеде көретін болсақ дейді, жүрегімізді Алладан басқа нәрсемен әуре болуды лайықты емес деп санайтын едік. Осындай ой келді, имам Жүнейд талып қалды дейді. Қараңыздар. Бір жаратылыс осыны айтып тұр дейді әйел ше.
Енді Алланың біз дидарын көретін болсақ ше, ертең көреміз ғой, ақыретте көреміз, жәннатта көреміз иншалла. Сол үшін жүректі басқа нәрселермен әуре қылмау керек. Басқа дүниемен, нәпсілермен, күнәлармен әуре қылмау керек. Міне бауырлар, осындай имам Жүнейдтің қызықты оқиғасы өткен екен. Келесі сабақты иншалла біз жалғастырамыз. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха иллаллах, настағфирука ва натубу илейк.